Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қиырмайдан тіске басар дайындайтын боламыз. Мен осы видеода екі тәсілмен маринадтадым. Және де сол екі тәсілдің қайсысы әдемі шыққанын, өзіне маринады әдемі болып сіңіргенін сіздермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де әлі алда көптеген видеолар шығады. Сол себепті менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен құйрық майымызды бөлікшектерге бөліп аламыз. Қатты кішкентай емес, орташа бөлшектерге бөліп алдым. Міне құйрық майларымызды дәл осындай бөлшектерге бөліп алдық. Енді осы құйрық майлардың жартысын ең алдымен суда қайнатып пісіретін боламын. Үстіне су салып 20 минуттай қайнатып пісіретін боламыз. Ал қалған құйрық майларымызды ең алдымен маринадтап, содан кейін барып пісіретін боламыз. Осы құйрық майларымызға тұзымызды жағып аламыз. Міне құйрық майларымызды тұздап дайындап алдық. Енді осының маринадын дайындайтын боламыз. Осындай 2 дана зубчикті ашып алып, осындай өткішпен майдай өткізіп аламыз. Міне дәл осылай турап алдық. Енді оның үстінен паприкамызды қосамыз, және де қызыл бұрышымызды қосамыз. Оны үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осы піспеген құйрық майымызға осылай қолыммен жағып алдым. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан, осылай қолымызбен жағып аламыз. Міне барлық құйрық майларымызға жағып алдық. Енді пищевой пленкаға біртіндеп барлығын орайтын боламыз. Міне пищевой пленкаға оранған құйрық майларымызды енді қазанымызға салып, үстінен суымызды қойып, 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Енді бағанағы піскен құйрық майларымызды жылығаннан кейін осы маринадымызды жағып аламыз. Негізі дәл осы піскен құйрық майымызға маринад жағылуы кішкене қиындау болады екен, сол себепті жақсылап жағып жатырмын. Міне пісіп шыққан құйрық майымызға маринадын жағып алдым. Маринады аз болып қалғандықтан осы пищевой пленкамыздың үстіне де маринадын жағып, сонымен орап қойып, холодильникке қойып аламыз. Міне барлық құйрық майларымызды осылай орап, мұздататын боламыз. Маринадпен пісіріп жатқан құйрық майларымыз уже пісіп қалды. Енді дәл осы оттан алатын боламыз. Тарелкемізге барлығын алып аламыз. Міне алдын ала маринадталып пісіп шыққан құйрық майымыз дайын болды. Маринады өзіне әдемі болып сіңірген, және де өте әдемі болып шықты. Негізі алдын ала пісіріп барып маринадтаған кішкене маринады дұрыс сіңбей қалады екен. Сондықтан дәл осы тәсілмен пісірген өте дәмді әрі керемет болып шығады екен. Сіздерге де кеңес берем, дәл осы тәсілмен пісіріп жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео шығады, сол себепті менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған жан сұлу, келесі кездескенше сау болыңыздар.